Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін газдалған сусынның зияны туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Газдалған сусын ішу көзді нашарлатады. Диеталық газдалған сусындарды көп ішкен сайын адамның көз көруі нашарлайды, және мұның соңы асқынған диабеттің түріне ұласуы мүмкін. Ғалымдардың айтуы бойынша, диабетке шалдыққан 609 адамды бақылауға алған су ішу әдебіне мән берген. Сонда 73 адам диабеттің бірінші деңгейіне, 510 адам диабеттің екінші деңгейіне шалдыққандар болып табылады. Тәжірибеге қатысқан адамдардың 46% кәдімгі су мен алкогольсіз сусындарды ішсе, қалғандары диеталық газдалған сусындарды ішкен. Сондағы байқалған нәтиже бойынша, газдалған сусын ішкендер диабетке көп шалдығатыны дәлелденген. Сонымен қатар қант деңгейі көтеріліп кетерде, көздің тор қабығы бөлініп, көруі нашарлайды екен. Қанда қант аномальды көтеріліп кеткенде, көздің тамырлары тартылып, қан айналмай қалады. Сондықтан диабетке шалдыққан көз дәрігеріне қаралып отыру керек. Ғалымдардың айтуынша, газдалған және диеталық сусындардың құрамында қант көп болғандықтан диабетке шалдыққандар ғана емес, қарапайым адамдардың өздері де ішуді доғару керек. Әйтпесе қан қысымына, холестериннің көбейіп кетуіне сынды ауруларға көп шалдығады екен. Газдалған сусынның зиянын тағы да айтатын боламын. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.